Сәлем достар, Нео Казакс бүгін Уильямс қаласынан таңдатырып Гранд Каньонға жолға шықты. Гранд Каньонға кіру билеті адам санына емес, әр көлікке $35. Кіреберісте жолай еркін жүрген бұғыларды көрдік. Қорықпайды ма, жүре береді. Чао. Бай. Чао. Біздің алғаш барған нүктеміз Мейзер Пойнт деп аталады. 2, 3. Oh my god. Нанде болады деп ойлаған жоқ. Таңертең бұл жер өте тыныш, адам аз, әрі тұмансыз әдемі көрінеді. Ал кешке күн батуы керемет болғанымен турист көп болады. Тағы да бітіп келіп осы жерде істеу керек сияқты бүйтіп жүріп келдік қой. Тағы нелер бар? Анау жерге де бару керек екен, да? Вертолет ұшып өтті ғой. Көрдім алыстан. Точка болып тұр, көрдің бе? Иә. Ең қандай автобусқа остановкалары бар. Әр 25 минут сайын жүреді. Осындай туристік әдемі нүктелеріне адамдарды тегін тасымалдайды. Келесі точкаға бара жатырмыз. Асфальт төселген, күшті. Туалет бар, су бар. Таза, Таза. магылары бар. Мына жерде тағы бір Явапай деген нәрсеге келдік. Мына жерде музей. Мына жерде мынандай көрініс. Арумен кіру болмайды екен. Бұл Гранд Каньонның жалпы макеті. Біз мына жерде тұрмыз. Явапай Пойнт. Гранд Каньон бұрын мұхиттың түбі болған. Жерде мынандай жануарлар өмір сүретін. Тастағы іздері қалып қойған. Ана Как же без этого дейсің ғой, да? Бұл заттардан түскен пайда ұлттық паркты қамтамасыз етуге жұмсалады екен. Сізде қағазға бірдеңе бар ма? Осындай барлық жерде бар. Барлық жерде постоянно жинап жүремін. Америкаға қыдырып жүрген жерлерім бар ғой. Иә. Сол жақтардан печать алып жүрмін. Тема? Не зат? Естелікке қалсын датасы. iPhone 16. Слушай,
өзің осылай түсіресің. There's another place, another access Тек point. кусогын ғана көреді екенбіз ғой біз. The skywalk is over to the west, and it's a glass. 1 миль тереңдігі. Километрмен 1,6 километр тереңдік. Камера әдемілікті жеткізе алмайды все равно. Келесің, автобусқа мінесің, келесі жерге барасың. Хайкинг жасаймын, сен хайкинг жасайсың. Отыр міне, қара, тұр. Автобус күтіп отыр. Ағаштар. Тап-таза, мусор жоқ. Әп-әдемі, да? Әп-әдемі, жағасы, асфальт теп-тегіс. Знактар бар, как положено. Қонуға болады ішінде. Хайкинг. Ишектер они. Ат па ишек па? Пони. Эх, что за красота. Гранд Каньон ой дегенде анау. Алып кеттік. Маркет Плаза висит анау магазин. Маманың темада. Ертегі сияқты. Ананы қара вообще қымбатта не шығар. Гостиница. Өткен жоқпыз ба жаңағы? Мен көрмей қалдым. Телефонға қарап кеттім. Что за ковбой он? This is dedicated to deli-related items. The TV right above it describes exactly what you have. It's cafeteria stuff. So you go to the places where you want to get something to eat once they make it for you. Same thing with coffee? So coffee and the sodas, the soda fountains, which are Бұл жерде, мына жерде тако буррито, мына жерде бургер. Кез келген затты ала бересің қалағаныңша. Сосын кассаға келіп ақшасын төлейсің. Немен кофемен фаунтейн дринк, жаңа кола сияқты напитоктар қайта-қайта іше беруіңе болады безлимит. Ковбой болып шықты. Түскен бә? Жоқ, жүріп отырмын. Мен түсір отырсың ба? Тем отырына. Төбені ашып қойса әдемі шығады екен.
Гранд Каньонда көруге келген үшінші нүктеміз бұл Desert View Watchtower деп аталады. Мұнараны 1932 жылы архитектор Мэри Калтер салған. Бұл байырғы америкалықтардың көне күзет мұнараларынан шабыт алған. Ішіне кіру тегін, мұнара биіктігі шамамен 21 метр, 3 қабаттан тұрады. Төменгі бөлігінде гифт-шоп бар. Ішінде хендмейд сувенирлер, әшекейлер мен жергілікті мәдениетке қатысты заттар сатылады. Қабырғалардағы суреттер Навахо мен Хоппи халқының мәдениетінен шабыттанып, суретші Фред қолмен салған. Жоғарыға тар баспалдақпен көтерілген сайын Гранд Каньонның көрінісі ашыла береді. Ең үстінен Колорадо өзені мен каньонды панорамалық түрде көруге болады. Бұл жер тек лукаут емес, нағыз тарих пен өнер араласқан атмосфера. Жалпы Гранд Каньон National Park бұл Аризона штатындағы алып ұлттық саябақ. Мұнда негізгі екі бөлік бар. Оңтүстік бөлік және солтүстік бөлік. Оңтүстік бөлік ең танымал және туристер көп баратын жер. Бұл бүгін біз келген жер. Жыл бойы ашық, негізгі вьюпойнттар осы жақта. Инфрақұрылымы жақсы, қонақ үй, автобус, кафелер, визит-центр барлығы осы бөлікте. Ал солтүстік бөлігі бұл табиғаты тыныш, адам аз, биіктеу әрі салқынырақ. Әдетте мамыр, қазан айларында ғана ашық болады. Қыста қар жабады. Оңтүстік бөліктен солтүстік бөлікке машинамен баратын болсаң, 4-5 сағаттай жол алады. Одан бөлек тағы бір бөлігі бар. Бұл батыс деп аталады. Бұл National Park емес, Навахо мен Хоппи тайпаларына да жатпайды. Тек әйгілі Гранд Каньон Skywalk әйнек көпірі бар. Лас-Вегасқа ең жақын бөлігі. Бірақ классикалық Гранд Каньон көрінісі оңтүстік бөліктегідей емес деп көп адам айтады. Міне, біз Гранд Каньонның негізгі 3 нүктесін асықпай аралап, фото-видеоларымызды түсіріп, жолға шықтық. Келесі бағыт Пейдж қаласы. Неше түрлісі бар ғой? Мына бетті қара.